Күніне 3 құрма жеудің денсаулыққа пайдасы зор. Құрманың денсаулыққа пайдасы зор. Ас қорыту, жүрек тамыр жүйесі мен ми жұмысын жақсартады. Бұл жайында медицина ғылымдарының докторы және диетолог Синтия САС порталына берген сұхбатында айта кетеді. Маманның пікірі бойынша құрманың құрамында көптеген дәрумен, минерал, кальций, темір, магний, калий, мырыш, марганец және табиғи антиоксиданттар бар. Олар қабынуға қарсы қасиетке ие және жұқпалы аурулармен күресуге көмектеседі. Күніне 3 құрма жеген пайдалы. Асқазан ішек жолдарының қалыпты жұмыс істеуіне зор сеп болады. Көптеген халықтарда құрма қасиетті тағам саналады. Жоғарыда маман айта кеткендей, бұл жемістің 2-3 данасының өзі ағзаға өте пайдалы. Күніне 3 құрма жеп қана ағзаның қажетті микроэлементтермен қамтамасыз етуге болады. Дәрігерлер тіпті тәтті әрі зиянды кәмпиттерді құрмамен алмастыруға кеңес береді. Құрма адамның асқа деген тәбетін жақсартып, жұмысқа деген қабілетін жақсартады. Жүрек ауру түрлерінің алдын алады. Холестеринді, қандағы қантты реттейді. Сонымен қатар Альцгеймер ауруы бар адамдар үшін пайдалы. Құрма көздің көру қабілетін жақсартады. Тіпті сәбізден де пайдалы. Себебі құрамында А дәруменінің мөлшері көп. Егер өзіңізді сергек әрі қуатты сезінгіңіз келсе, құрма жеп тұрыңыз. Бар болғаны 3 құрма жесеңіз, бір күнге жетерлік энергия аласыз.